Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Орал Таңсықбаев шығармашылығы. Орал Таңсықбаев 1904 жылы 14 қаңтарда Ташкент қаласында дүниеге келген. Ұлты қазақ. 1929 жылы Пенза көркемсурет училищесін бітірген. Кескіндемеші, КСРО халық суретшісі, КСРО көркемсурет академиясының толық мүшесі. Сонымен қатар, ол Өзбекстанның бейнелеу өнер мектебін қайта құрған және реалистік кескіндеменің негізін қалаған тұңғыш кәсіби суретшілердің бірі деп айта аламыз. Суретші классика, халықтық өнер, батыс еуропалық авангард үлгілерімен жұмыс жасаған. 1934 жылы Мәскеу мен Филадельфияда өткен көрмелердегі үлкен жетістіктерінен кейін оны Өзбекстан колористерінің басшысы деп атай бастады. Артынша Таңсықбаев Брюссельде өткен дүниежүзілік экспо көрмесінде күміс медальды олжалаған. Орал Таңсықбаев өзбек және қазақ халқының өмірінен шынайы туындылар жазған атақты суретшіміз. Өткен ғасырдың бас кезіндегі бейнелеу өнерінің негізін қалаушылардың бірі, Орал Таңсықбаев шығармашылығының тарихи маңыздылығы, оның пейзаж суреттердің өзіндік тұжырымдамасын жасаумен ерекшеленеді. Жылдар өткен сайын Орал Таңсықбаев мұрасының тарихи мәні тереңдеп, маңызы артып келеді. Таңсықбаев туындыларының барлығы да дерлік қазақ даласына, еліне, жеріне деген сағыныш тұнып тұрғандай. Ең бастысы, Орал Таңсықбаевты қызықтырғаны 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы европалық бағыттар. Импрессионизм, постимпрессионизм, кубизмдер болды. Орал Таңсықбаевтың 30 жылдардағы туындыларына негізгі ықпал еткен постимпрессионизм тұжырымдамасы деп айта аламыз. Суретшінің толыққанды шебер болып қалыптасуына белгілі бір бағыттағы суретшілерге жүйелі түрде назар аударуы себеп болды. Импрессионизмнен бастап ең бастысын тез игеріп Пол Сезанн жаңалықтарына назар аударды. Нақтылап айтар болсақ, қызғылт пейзаждағы бала бейнесі, ағаш пейзажы, автопортрет, аптап, күн сияқты тағы да басқа картиналарында импрессионистік ізденіс байқалады. Бұл картиналар батыл композициялық құрылымдары мен жарқын түстердің үйлесімділігімен ерекшеленіп тұрғанын байқау қиын емес. Мәселен, аптап күн туындысы импрессионизм бағытында бейнеленген. Яғни дәл сол сәттегі құм даланың аптап ыстығын жеткізуді мақсат тұтқан бұл туынды ерекше әсер қалдырады. 30 жылдардың соңы мен 40 жылдардың басында күрделі кезеңде суретші өз кескіндемелерінде бейнелеу жүйесін өзгерте бастайды. Қылқалам шеберінің одан әрі шығармашылық көркеюі пейзаждық картиналарында табиғаттың терең мағыналы бейнесін іздестірумен жалғасады. Композициялық алуан түрлілік пен кенептегі кеңістікті жинақтауға деген ерекше ықыласы суретшінің 60-70 жылдардағы пейзаждарынан байқалады. Бұл жылдарда табиғат көрінісін монументалдық бейнеде бере білді. Алайда 30 жылдардан бастап барлық туындыларында лиро-эпостық ырғақ басым. Мұның өзі қылқалам шеберінің табиғи өзіндік ерекшелігін айғақтайды. Орал Таңсықбаевтың алғашқы творчестволық кезеңіндегі еңбектеріне көш композиция құрылымының монументтілігі тән. Суретші тарихи отаны туралы ұмытқан емес. 1940 жылдары Орал Таңсықбаев шығармаларының көркемдік шешімінде реалистік нақтылық басты орын алады. Туған өлке, Қарақұм гіресіндегі таң, Шарбақ құрылысында атты пейзаждық картиналарында әсем табиғаты мен өлке тынысын шынайылықпен бейнелейді. Сондай-ақ Орал Таңсықбаев 1938 жылы Алматыдағы опера және балет театрында қойылған Шоқан Уәлихановтың Қалқаман мамыр атты алғашқы қазақ ұлттық балетіне арнап костюмдердің үлгілерін салған. Қалқаман мамыр спектакліне жасаған декорациясы Орал Таңсықбаевтың ұлттық бағыттағы кесек туындысы болды. Ол көрермен қауымынан
жоғары бағаға ие болды. Бұл суретшіні өз ұлтымен табыстырған үлкен туынды десек артық айтпаған боламыз. Орал Таңсықбаев суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, туған жері мен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған біртуар суреткер. Орал Таңсықбаев жалпы бірегей пейзаждық кескіндеменің дамуына елеулі ықпал етті. Оның шығармаларының өзектілігі шыншылдығында жатыр. Пейзаждық жанрдағы шығармалары лирикалық сезімге толы. Табиғат оның түсінігінде өте ауқымды және шексіз ұғым. Суретшінің көркемдік өнері көкжиегінде көрініс тапқан картинасы «Көшпенділер». Классик кескіндемешінің әрбір көркем туындысында рең, бояу үндестігі, форма мен көлем, пластикалық анатомия, перспектива, ауқымды кеңістік заңдылықтары қатаң сақталады. Ол өз шығармаларында бояу қанықтығы мен үндестік нюанстарын байланыс құпиясыз деп дәл таба білген суретші. Суретшінің жыл мезгілдеріне арналған қыс, күз, көктем атты туындыларда адамның табиғаттың бір бөлшегі екенін айқындап тұрғандай. 40-шы жылдардан бастап суретші адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсеткісі келетінін аңғарамыз. Мәселен, мақта жинау сынды еңбек тақырыбында жазылған сериялық шығармалары өзінің шынайылығымен көзге түседі. Міне осы кезеңдерден бастап қылқалам шеберінің суреттерінің басты тақырыбы адам, табиғат және еңбек болғанын ұғына аламыз. Сонымен бірге Орал Таңсықбаев шығармашылығына қоғамдық саяси хал ахуал да әсер етпей қоймады. 1946 жылы салынған Исатай мен Маханбет, 1949 жылы салынған Әуе шабуылы атты туындылары сол дәуірді көз алдымызға әкеледі. 1950 жылдардан бастап суретші картиналарында қазақтың кең даласы, көз тартар сұлу табиғатын асқан шеберлікпен бейнелегенін байқауға болады. Осы тақырыпта көрмеге қойылған Алатау, Тау көлі, Шардара су қоймасы, Арал теңізі, Қарақұмдағы құйын картиналары құнды дүниелер. Суретші қай кезеңде болса да үйлесімділік пен тепе-теңдікті сақтауды мақсат тұтқан. Ал оның табиғат бейнелеуіндегі бояу қанықтылығы, түрлі кескіндемелік пластикалық амалдарды іздестіріп тың дүниелерге қадам жасауы бейнелеу өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды деп айтуға толық негіз бар. Орал Таңсықбаев еңбектерінің Орта Азия және Қазақстан бейнелеу өнерінің дамуына, әлемдік бейнелеу өнерінің өрістеуіне игі ықпалы орасан зор болды. Суретшінің 1935 жылдан бастап 1973 жылға дейінгі аралықта жазған туындыларын іріктеп айтар болсақ, жұмыстан қайтқанда, Алматыдағы қыс, туған жер, таудағы күз, ымырт таудағы ауыл, әнім менің тағы басқа картиналары. Суретшінің шығармалары бүкіл дүние жүзіне тараған. Қылқалам шеберінің туындылары Эрмитажда, Третьяков галереясында және ТМД құрамындағы барлық елдердің мұражайларында сақтаулы. Сондықтан осындай талантты қылқалам шеберін ұлықтау, оның туындыларын өскелең ұрпаққа жеткізудің орны айрықша.